Қазір шыққан кесене бұл Төле би бабамыздың ұстазының кесенесі. И мынау бізде Төле би бабамыздың жатқан кесенесі. Сонда былай деген екен да, Төле би бабамыз, яғни өзінен ол ұстазы 400 жас үлкен. Но бірақтан соны сол түсіне аян беріп, соны ұстазы ретінде қабылдаған. И мені өлетінен алдын айтқанда, мені ұстазымның қасына келіп жерлең деді. Өзбекстанға деген алғашқы саяхатым. Яғни бұл жерде ең бірінші, ең алғаш деген дүниеге тоқталайын. Ең алғаш рет саяхаттаймын деп басқа елге сіңіліммен шықтым. Және де ең алғаш рет қонақ үйден тамақтандым. Алғаш рет қонақ үйге ұйықтадым. Мендегі үлкен сезім осы болды. Және де өзбек халқы туралы өзімнің ойымды бөлісейін. Өзбек халқынан алған дүнием. Яғни бұл кісілер жоқтан бар жасайды. Үлкен дүниеге ұмтылмай, қолындағы барыменен өз тамағын табады. Барлық жерде өздерінің оюдан жасалынған кішкентай дүниелері, ескі дүниелерін сатылымға шығарған. Және барлық адам соны алып жатыр, және барлық адамның бойында бір өзбекше киім, өзбекше орамал болсын, барлығы тағып алған, соған риза. Давайте песню қазақша жұмсаңда көремін сені, еседі арманның қоңыр желі. Тағы бұл саяхаттан алған дүнием, біздегі қасымыздағы жолаушылар Қазақстанның түкпір-түкпірінен, яғни Астанадан, Ақтөбеден, батыс жақтан, барлық жақтан келген адамдар болды. Сонымен әр қазақтың жері болғанмен, қазақтың солтүстігі, батысы, оңтүстігінен әр өзіңе бір дүниені аласың да ана кісілерден. Солардың бойындағы жақсы қасиеттерді сіңіру болды. Ал енді Самарқан қаласы бұл Өзбекстанның астанасы болған қала ежелде. Яғни бұл қалада барлық дүние қирап кеткен, но бірақтан қайта қалпына келтірілген. Ал енді Бухара қаласы Самарқандтан кейінгі астана болған қала. Но бірақтан Бухарада, Самарқандта барлығын қалпына келтірілген болса, ал Бухарада сол күйінде сақталған. Яғни бұл жер медреселер қаласы деп атаса болады. Бұл жерде қыздарға арналған, ұлдарға арналған барлық медреселер бар. Яғни сол медреселерде әзірде сол медреселер істейді, жұмыс жасайды, ол жерде балалар білім алады. Медресеге барып, кіріп, көреміз деп кіргізген кезде кіргізбеді бізді. Сырттан қарап, тамашалап, осындай дүниеден барлығын сырлап қойып, яғни адамдар кәдімгідей Өзбекстанның жеріне туризм саласын дамытуда. Мінекей осылай киімдерін киіп суретке түстік. Және саяхатшылар кіретін жерлердің барлықтарының входтарын кәдімгідей қымбат етіп қойған. Бәрі келгеннен кейін кіріп кетейік деген дүниемен кіреді. Ал енді Бухараға келетін болса, Бухараға, Самарқандқа келетін болсаңыздар, егер де сіздер андай развлекательный сондай бір дүниені көргілеріңіз келсе, Бухара мен Самарқандқа келудің қажеті жоқ. Себебі біздің қасымыздағы кісілер, мысалға, мен өзіме тарихи дүние өте қатты ұнайды. Менің жүрегіме сондай бір қуаныш сыйлады, тарихты көрген нәрсе. Ал ол кісілер просто машинада отырды. Қош, аяғым шаршап кетті, отыра берейік деп та. Мынау бізде ханның сарайы. Яғни бұл жерде хан өзінің 40 әйелімен осы жерде өмір сүрген екен. Мынау оның зынданы. Жоғарғы жақтан кіреді, зындан пәсте орналасқан, яғни олар жоғары қарай шыға алмайды. Мына жерде екеуміз күліп тұрған себебіміз жаңа қаншама адам отыр машинада. Ал біз до конца 3 күн бойы осылай Өзбекстанның 3 қаласын аралап, үйімізге қайттық.